осылай мандарин жеп үйдің қасында жүрсем, әпшем звондайды ғой, қалайсың Гүлшат, гәпке қатысамыз, давай ақша тап дейді. Әпшемнен бір тиын жоқ, ақшам жоқ десем, бермеймін, тап дейді. Ары ойланып, бері ойланып көршіме бардым. Ой, күндеспін ғой көршіме, онша тұрмаймын, негізі ақшаға бола барғам. Үйінің қасына барсам, новый машина тұр ғой, демек бұда ақша бар дедім. Бетіне қарап күліп қоясың ғой. Ой, әшейінде күлмейсің ғой, бетіне қарап күліп қойсың. Ой, жаным, қалайсың деп амандаса саласың ғой. Өйтіп үйіне кіріп алып, сосын сұрадым, жаным, маған 10 мың теңге тауып гәпке керек болып тұрсам, тоқта тауып беремін деді. Ақшасының бәрі шашылып кетті, арасын чек тауып алған соң, мә, қандай чек десе, мен Қытаймен серіктес боламын, Қытаймен осылай жұмыс жасап жатырмын дейді ғой. Саған заттарын көрсетейін ба дейді. Я, әкелші көрейін дедім де, заттардың бәрін көріп жатыр. Мә, күшті заттар бар екен бар ғой. Мә, ішім күйіп тұр, менде бұндай бизнес жоқ. Бірақ көршімде бар екен. Давай екеуміз құрбы болайық, осының біреуін саған берейін деп бәрін маған тағып, жүзігін тағып, сырғасын тағып, күшті етіп жер жатыр, мен бар ғой. Ойбай жаным, рахмет, көп рахмет деп құшақтап қоямын ғой. Әшейін сөйлеспейміз, осындай кезде дос болып қуанып рахмет деп жатырмын ғой. Енді осындай күшті сағаты бар екен, осындай неше түрлі заттар бар екен, ішін ақтарып қарасаң бар ғой. Қыздар жеңгеңізге, анаңызға, құрбыңызға барлығын сыйлауға болады, өте әдемі екен. Және оптом алып сатуға болады екен қыздар. Парақшасының астына жазып қалдырдым, қыздар жазып көрсеңіздер болады. Барлық қалаға доставка бар.